Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсайым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай үйдегі бар заттардан жасалатын тәтті пісірменің рецебімен бөлісемін. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де осы видеоны соңына дейін қарап, өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Міндетті түрде сүтіміз жылы болуы қажет. Үстіне қантымызды қосатын боламыз. Және де бір жұмыртқамызды қосамыз. Егер де жұмыртқаңыз кішкентай болса, екеуін қосуыңыз қажет. Кішкене ғана сұйық майымызды құямыз. Бір шай қасық болатындай құрғақ аштығымызды саламыз, және де жарты шай қасық болатындай тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Дәл осы видеоның астына описание бөліміне толықтай құрамын жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай венчиктің немесе вилканың көмегімен жақсылап осылай біркелкі масса болғанша ішіндегі біздің қантымыз ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Шамамен 5 минутте араластырсаңыз жеткілікті. Ең соңында алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосатын боламыз. Осылай барлығын бір уақытта қосамыз да жақсылап лопатканың көмегімен араластырып алатын боламыз. Байқап тұрсаңыздар, ешқандай да дүкеннен зат сатып алудың қажеті жоқ, үйдегі бар қарапайым заттардан жасалады. Лопатканың көмегімен жақсылап біркелкі қылып алғаннан кейін қолыңызбен осылай жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Барлығын, яғни қамырлардың барлығын біріктіретін боламыз. Міндетті түрде ыдыстағы барлық ұндарыңызды осылай біріктіруіңіз қажет. Мінекей мен осылай ыдыстағы барлық ұндардың барлығын алдым. Қамырыңыз өте жұмсақ болып шығады. Ендігі кезекте осылай столымызға түсіріп аламыз да, үстіне осындай сары майымызды немесе маргаринімізді ортасына салып, дәл видеодағыдай қылып жасайсыздар. Дәл видеодағыдай жасайтын болсаңыз, ортасына маргарин немесе сары майды салып, осылай видеодағыдай илейтін болсаңыз, сіздің қамырыңыз өте жұмсақ және де өте дәмді болып шығады. Шамамен 10 минуттай, 15 минуттай майыңыз әбден қамырыңызға сіңгенше осылай жақсылап қолымызбен илейтін боламыз. Егер де сіз булочка немесе нан өнімдерін пісіретін болсаңыз, осылай жасап көруге кеңес беремін. Осылай дөп-дөңгелек қылып қоямыз да, ыдысымызды төңкеріп, жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Шамамен жарты сағат жылы жерде тұрғаннан кейін кішкене қамырыңыз жұмсарып, иілгіш және кішкене көтерілген болады. Қолыңызбен осылай басасыз да үстіне оқтаудың көмегімен дәл видеодағыдай жайып шығатын боламыз. Бұл қамырға ешқандай да ұн немесе май жақпайсыздар, қамырдың өзін ғана осылай жағып шығамыз. Дәл осындай формамен осылай әдемі қылып кесіп алатын боламыз. Егер де сізде бұндай форма болмаса, өзіңізге қалаған форманы жасай берсеңіздер болады. Тәттілеріміздің қалыңдығы осындай болуы қажет. Бұдан қатты жұқа немесе қатты қалың болып кетсе, дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Әрбір пісіретін тәттімізді осылай пергамент қағаздың үстіне қойып шығатын боламыз. Шамамен әрқайсысы 10-15 минуттай тұруы қажет. Құрметті менің көрерменім, маған әлі тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюыңызды сұраймын. Алдағы уақытта неше түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Ендігі кезекте артылып қалған қамырыңызды тағы да оқтаумен илеп жайып аламыз да, осылай формаларды шығаратын боламыз. Дәл бірінші жасағандай, бұларды да пергамент қағазға салып қоятын боламыз. Мінекей мен барлығын жасап шықтым. Алдын ала осылай барлығын жасап аласыздар. Менде шамамен 15 данасы шықты. Табамызға майымызды құйып, жақсылап қыздырамыз. Міндетті түрде өте жай отта пісіретін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай біртіндеп салып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Екі жағын аударып, қызарғанша пісіреміз. Міндетті түрде отыңыз жай болып тұруы қажет. Яғни қатты отта пісірсеңіз, сіздің тәтті пісірмелеріңіз бірден қызарып, күйіп кетуі мүмкін. Бұл тәттіні барлық балалар немесе үлкендер де барлығы жақсы көреді. Міндетті түрде жасаңыздар және отбасыларыңызды қуантыңыздар. Дәл осылай барлығын жақсылап қызартып, екі жағын аударып пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде піскеннен кейін құрғақ салфетканың үстіне қоюды ұмытпаңыздар.
Құрметті менің көрерменім, менің каналымда өте оңай жасалатын, қолжетімді рецепттерден жасалатын тағамдар өте көп. Төменде описаниеға ссылкасын қалдырамын, сол жерден қарасаңыздар болады. Мінекей мен барлығын пісіріп алдым. Өте жұп-жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде бетіне осылай әсемдеу үшін қант ұнтағын сеуіп қойыңыздар. Және де арасына, салмасына, яғни начинкасына мен варенье сгущенканы қолдандым. Сіздер өз қалауларыңызда варенье немесе джем қолдансаңыздар да болады. Дәл ортасын осылай пышақтың көмегімен немесе таяқшаның көмегімен жақсылап ашып алатын боламыз. Айтқанымдай, салмасын өзіңіз қалауыңызша жасасаңыздар да болады. Осылай ортасына жақсылап салып шығатын боламыз. Осымен менің тәтті пісірмелерім дайын болды. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де жасап, дәл осы рецептпен жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Гүлсая ас болсын. Егер